әкесі, анасы және бүгін мен отбасы банктен қалай дұрыс ақша жинау керектігін айтатын боламын. Парақшама жазылып алыңыз, парақшамды пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырамын. Мысалы, сіз көп балалы отбасы болатын болсаңыз, жинақта 6 адамға ашамыз. Олар әкесі, анасы және 4 баласы. Бір жыл ішінде осы әр счетқа 738.400 теңгеден сала отырып, жыл соңында мемлекет тарапынан 200 МРП, яғни 147.680 теңге қосылады. Сонда бізде осы 6 адамнан 886.080 теңге мемлекет тарапынан сыйақы беріледі. Сонда сізде бір жылда жинаған ақшаңыз 4.430.000 болса, сыйақы 886.080 теңге болады. Сонда общий сумма сіздерде жиналған 5.316.000 теңге. Бұл жерде мен айтып отқаным тек қана өзіңіз жинаған ақшамен мемлекет тарапынан берілетін сыйақыны ғана айтып отырмын. Және де бұл жерде отбасы банктың өзі жыл сайын беріп отыратын жинаған ақшаңызға 2% тоже беріп отырады. Сонда сізде общий сумма одан да көп болады. Бұл қалай ашамыз дейтін болсаңыз, отбасы банкіне барып, семейный пакет деп, отбасылық тариф деп, отбасылық пакет деп ашсаңыз болады.